Жақсы, онда сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар, емтиханға қатысушылар. Бүгін бізде деңгей аралық және де курсты аяқтау емтихан өткелі отыр. Бүгінгі күні бізде емтиханға қатысушы мекемелер ол Нұрай балабақшасы және Арай балабақшасы. Бізде онлайн режимде өтетіндіктен біз сіздерге қазір қысқаша нұсқаулықты көрсетіп өтейік. Ол үшін біздің орталықтың жұмыс сайтына өтесіздер, яғни жоғарыда көрсетілген осы бойынша ары қарай қашықтан оқыту батырмасына өтесіздер. Ол жерде сіздерде төменге қарай барлық оқытушыларымыздың электронды почтасы және де WhatsApp-ы көрсетілген. Орындалған барлық тапсырмаларды сол сілтеме бойынша жіберуге болады. Ары қарай төменде сіздерде онлайн қорытынды емтихан деген батырма бар. Дәл онлайн қорытынды емтихан деген батырманы басқан кезде екі түрлі бөлім шығатын болады. Бірі онлайн деңгей аралық қорытынды емтихан болса, екіншісі онлайн қорытынды емтихан. Тест тапсырмалары жалпы 50 сұрақтан тұрады. Ең әуелі сіздер алдарыңызда берілген тыңдалым мәтіндерін тыңдайсыздар да, тыңдалым бөлігі бойынша жалпы 15 сұраққа жауап бересіздер. 15 сұрақ. Тыңдалым бойынша тест бөлімі аяқталғаннан кейін лексика грамматикалық тапсырма. Лексика грамматикалық тапсырмалардың саны 20, әрі қарай ол тапсырмаларды өткеннен кейін оқылым бөлігі болады. Оқылым бөлігі бойынша да 15 сұрақ берілген. Барлығы жалпы 50 сұрақ. Сәттілік, сау болыңыздар.